Қандасым сөйт. Кіміне келіп жатсың бұл жақта, ауылда? Қарындасым. Мен ауылға Сәрсенкүл апаның үйіне келдім. Сен ана Қанаттың кішкентай қызы болдың ғой, дұрыс па? Иә. Молодец. Не болды бұяқа, қандай жер айдап келді? Ауылға демалуға ма, или болмаса қалай? Мен бұл ауылға 3 айға практикаға келдім. Сөйт, қарындасым, дұрыс. Басың бос па, қарындасым? Я, басым бос. Жоқ, ағай, неге сұрай бересіз? Зачем вам такие личные дела? Аман есенсіз ба? Шүкір Құдайға. Сырқамай жүрсіз бе? Шүкір. Барлығына Құдайға шүкір дейміз. Өзің аман есен келіп қалдың Иә, ба? аман есен Сабағың жақындады ма? Жақындады. Келіп қалмасын. Маңдайыңнан айналдым, сенің айналдым. Қызым емес, қызғалдағым бұл менің. Өмірімнің мәнісің сен. Көңілімнің сәнісің сен. Айналдым, алтыным. Үйге жүрейік енді, үйге жүрейік. Ой, рахмет. Зорға келдім, ой, апа, ужасын. Түсінемін, иә. Апатайым, сіздерді қатты сағынып келдім. Сіздің бауырсақтарыңызды қатты сағынып келдім. Они так вкусно пахнут. Бауырсақ сағынсаң, бауырсағын пісіріп қойдым. Бағана таңертең звондадың ғой, келатырмын апа деп дереу жаңағы бұрынғы не бойынша жақсы көретін бауырсағын пісіріп қойдым. Енді ана так вкусно пахнет деме. Иісі мүңкіп тұр ғой, апа десең, мен құлағым әдеме жағады құлағыма. Орысшаңда анау қалаңа барғанда айтарсың, жастардың ортасында айтарсың шырағым. Ал әке шешең бәрі жақсы ма? Бәрі шауып жүр ме? Ата-анам жақсы, мамам күшті керемет. Мама деп айтсам ұрсасыз ғой. Ата-анам керемет, бәрі жақсы. Өздеріңіз қайсыздар? Иә, шырағым, Құдайға шүкір, аман есен. Таң атады, күн батады, өзім тірлігімді жайлап істеп, таңертең кешке сендердің күйеулеріңді тілеп, Алла осылардың жақсылығын көрсет, тек қуанышын көрсет, биіктегенін көрсет деп Құдайдан тілеп отырмын. Сабағың қалай енді? Сабағың жақындап қалды ғой енді. Әлі қанша оқисың? Иә, апа, оқуым жақсы, шүкір. 4-ші курста оқып жатырмын қазір. Ой, қазір мен практикаға келдім ғой, 3 айға. Оля, апа, қалайсыздар? Бауырсақтың иісі мұрным жарпыртып сәлем. Ой, кемсіз қалған ба не? Бергел, қаяқтан келіні, қаяққа қалап болып жүгіріп барасың, айналайын, бергел бері. Ой, зырылдаған келінім, ай. Бұл менің өзімнің немере қызым ғой, сынау өткенде қалдың келеді деген қызымыз осы ма? Бауырсақтарыңыз дәмі көрші. Апа, стол жайнатып жүрсіздер ғой. Рас, Жорабек жолда келе жатқан еді, соға сал деп айтамын да. Соға сал деген ниет емес па? Келін-ау, Аружан-ау. Соға сал деген ниет болады. Бұрыннан келе жатқан қазағымда ата-бабамызда сөз бар. Қонақ келсе есікке жүгіре шық, кешікпе. Жүгіре шықпай кешіксең кесір болар несіппе дейді. Менің қызымның несібесі Құдайға шүкір барымды жайнатып қойдым. Соққан емес, шақырғын оны, шақыр. Осында келсін, о да менің бір балам ғой, келсін осында. Иә. Қаладан келдің ба? Иә, қаладан келдім. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Келіп жүрсің ауылға? Ойбай, сөйлейін да. Мен қаладан келдім ауылға. Апамды сағынып кеткен едім практикада. 3 айға келдім ғой практикаға. Жаның құтты болсын. Рахмет, апа. Айналып кетейін, жүрегіңнен айналып. Жаным апам. Тогда 3 ай болса үйренетін нәрселерім көп шығар, мен қалада күшті шығар, иә? Иә. Қыдыратын жерлер көп, емін еркін жүресің. Иә, бізде қалада қыдыратын жерлер көп, прям емін еркін жүресің. Бізде былай келіп жүрмейді қалада. Не болыпты маған? Ой, бізде қалада былай ғой, как хотят, так и не одеваются же. Қалай? Одеваются деймін. Жорабек келем деп еді. Кәс, мен оның алдынан күтіп алайын. Отыра беріңіздер. Жоға, тұршы, ұйықтай берме. Бізге срочно көшу керек. Тұршы, бош. Не болды? Бош. Қайда көшіп отырсың? Қалаға көшейікші. Қалаға, жайма сенікі? Жай болмай тұр ғой сол. Қатты болып тұр ма не? Ойнап атқан жоқпын мен сенің. Айбы, сонда мен ой магиз емес пе? Ұйқыдан жаңа тұрды фамилия жоқ па не? Ой, Туйда емес, басқа да емес, қалада тұра да алмаймыз, көше де алмаймыз. Мектеп баратын уақытым қалады, мазалмайсың. көшейікші. Неге? Түсінесің ба? Қалада өмір жақсырақ. Конечно, жақсы, мен сүйе алмасаң. Қош. Иә, кіріңіз.
жүр қызым, мынау қасиетті үлкен қара шаңыраққа келмесін. Оғаяғым келем. Мындай ойнайық. Жүреді. Саламатайын. Кетіп жатырмыз. Амансыз ба? Шүкір, шүкір, Құдайға шүкір. Өздерің қалай аман есенсіздер Жақсы, ме? жақсы. Үй іші бала шағаң бәрі жақсы ма? Мектебің, ұжымың, елдің баласы, халықтың балалары бәрі жақсы білім алып жатыр ма? Жақсы. Жақсы айналайын, жақсы болсын. Келіңіз. Әшейінде басқа білмейтін апа. Келіңіз, айтыңыз, бізде не қызмет? Сол кеп Барсыз қалдым, ба? иә, кеп қалдық мына қара шаңыраққа. Мынау менің үлкен ұлымның қызы. Жақсы келді дегенше, жарық келді десейші. Бар жақсыны өзімен алып келді десейші деген. Атам қазақ айтқандай, жақсы қызымды осы жақсы мектепке жұмысқа тұрғызсақ па деп кеп тұрмыз. Практиканы білмеймін мен айналайын. Маған жұмыс қой, жұмыстың аты жұмыс маған. Ау. Олай демеңіз апа. Травма алып жүрер. Қызым, сен шыға тұр. Біз апаң екеуміз өзіміз сөйлесейік, сосын шақырамыз. Сөйте қой айналайын. Иә, мен келінмен дұрыстап сөйлесіп алайын. Ал сандуғаш айналайын. Өзің келін болып түскенді білесің, біздің ауылды да білесің, біздің отбасымызды да білесің, тәрбиемізді де білесің. Енді одан шыққанымыз қыз жаман болмайды. Өзің сенем қызыма. Соны енді ертеп-септеп осы мектебіңе кіргіз енді. Жұмысқа тұрғызған. Менің өтінішім сол еді. Бұйымдайым да сол. Иә, апа, қуана алар едім. Бірақ бізде қазіргі таңда барлық кадрлар бос емес. Кадрыңды білмеймін. Сен ана көз алдымызда өскен бұзық балаңды жүр ғой мұғалім болып қазір. Бұл Руслан, Русик, директордың ерке баласы. Қалада оқыған, ауылымызға жаңа келген сухой блатной. Ха-ха, пацан. Қолда балдарға ағай дегенде ой мынау кәдімгідей жігіт бопты ғой, азамат бопты ғой деп қуанып сыртынан сүйсініп отырамыз. Олай болса мынай қылғын, менің қызымды да көргін. Мынау енді азғана пенсиямен жиған түсінген бар еді. Соны жасайын енді, орамал тон болмайды жол болады дейді ғой. Ой, апа, осылай қинайсыздар ғой енді. Қинаған емес айналайын, өмірдің талабы сондай, заңы сондай. Енді жаңа қызыңыз бір практика деп қалды ғой деймін, практикант ретінде алайын енді. Алсаң алмайын айналайын, қуаныш құтты болсын. Жұмысын бастасын, бүгіннен бастап бастасын, енді саған сеніп айналайын. Болды, апа. Мен онда бара берейін, Болды, сана үйде бар, атаңнан сүйіс сұрайын. Жақсы, апа. Ал қызым, алла қолда соңылай шешіпті құда қаласа. Ал бізді ұятқа қалдырма енді, ал құтты болсын қазір. Рахмет апа, менен тіліңізді жасай берейін. Алло, Бибігүл, тез кеп кетші маған. Иә. Иә, қызым, кіре ғой, кел. Кел, Аида, отыр. Жоқ, рұқсат болса мен бірден жұмысыма кірісе берсем. Саламатсыздар, кіруге Кел, Бибігүл. Айтпақшы, Аида, қандай пән еді? Тарих факультеті ғой. Естідің ғой, Бибігүл. Руслан ағайыңа апарып көрсет, таныстыр. Өзі бір жақсы келін болатын, келін деппін ғой, маман болатын сияқты. Құдай қаласа. Аида, сен бара бер. Бибігүл, сен қалшы. Отыра ғой. Бибігүл, қалай саған мен тапқан келін? Қойырсың, сіздің келініңіз ба? Мен лайым солай болғай. Мына Аида деген қыз, өзі бір жақсы қыз сияқты, Құдай қаласа, керемет келін болатын сияқты. Сол қызды сен мен Руслан балама келін етіп бер, Құдай қаласа. Болды ше, бір ауыз сөз болады. Болды, Бибігүл, мен саған сендім, Құдай қаласа. Іске сап. Болды ше. Мектеп болса Аида, саған жауап беретін Руслан ағайың, ол директордың баласы білетін шығарсың, ол өте білімді кісі. Жан-жақты, балдарды жан-жаққа жарысқа апарады, конкурсқа апарады. Просто көңілінен шықсаң болды. Ол міне біздің кабинет осы жақта Руслан ағайың сабақ береді, сен кіріп сабақ өтесің, білікті маманнан, білікті білімді кісіден сабақ үйренесің. Это же кабинет географии. Ой, бұл география кабинетіне бәрі өте береді. Математика, тарих, биология бәрін өте береді. Главный кабинет қой. Кір. Саламатсыздар оқушылар. Отыра бер. Не ойламай бағана директордың кабинетіне шыққан ғой. Ауылымызға, мектебімізге жаңағы практикант келді. Пәні тарих екен. Соған сізге тапсырсын деген. Дұрыс. Аға кете берейін мен, иә? Кете бер. Отыра берейін баға. Және аңғыз. Бана дәптерлер таратып жібер оқушыларға.
болса босайды дейсіз. Енді отырсам болатын шығар. Жоқ, отырма. Сен бүй. Кітапханаға барып келші. Кітапханаға ат Руслана десең, кітаптар беріп жібереді, соны алып кел. Басқалай айтып жүрме, қазақша түсінбейді. Саламатсыз апай. Мен Руслан ағай жүргенмін. Саламатсың ба? Иә, кел. Ойбай! Мынаның бәрін аламын ба апай? Болыпты. Свяжемся, срочно девушка жеткізуге қол. Макс! Иә? Бүгін тағы да журнал бары тұтып бере аласың? Болды, бәрін толтырып бер. Жатам, бүгін реңгір қапты ғой. Иә? Саған айтады, ұнайтын жақсы жаңалық. Дубайский шоколад Жоқ, Айдың шайымызға. жоқ. Дайсың ба жаным? Тыңдашы. Мен шынымен машина көрмедім. Жоқ, тыңдашы. Мен өмірімде бірінші рет қызым қолдан ұстап көрдім ғой. Кімді? Аты білмей айтады, практикант дейді. Практикант? Иә? Қуанбайсың ба мен үшін? Жоқ, қуанып тұрмын ғой. Қуанышты болсын не ғой? Мына тұрында толтырасашы. Бұл толтырып беремін. Бұл толтырып қоямын. Иә, мына қуанып тұрмын. Иә? Өте қатты қуанып тұрмын. Қатты қуанып тұрмын. Білмеймін. Бір жағынан директор, бір жағынан досым. Досым да ең мына сайын ғашық болып қалған адамдар. Не жазыпты? Мен өмірімде қызмет жүріп көрмеген. Маған сенің көмегің керек. Көмектесесің ғой, иә? Ё-моё! Вообще шиеленіспей тұр. Досыма көмектесем ба? Директорға көмектесем ба? Досыма көмектесем, бала кезінен өзгере қалып өстім. Ла, құрдастар, сендерге сұмдық жаңалығым болып тұр ғой. Ана құрдастармен бір басымыз жиналмады, Макстың арқасында жиналады. Бақа мен Джохадан сұраңдар. Дикош! Дикош! Бля, Дикош, мен саған сұмдық жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Жүр шер байлап қойшы. Үйге кірмей қойшы, бұғып жатыр еді. Бақа ішкелме. Біздің қызыл машинамен қызыл баспайым көріп тұрсың ба? Жоқ, оны қоя бер. Бүгін мектепке Джохаға тамақ апаруға бармайын ба? Сол кезде черный бар емес па? Өзіміздің черный ше? Иә, сол бір қыздың қолын ұстап тұрды ғой. Қой, қандай қызыл? Анау Шесасин апаның үйінден келген қаладан жас қыз бар емес па? Қашан Немересі. Кеше ше? Кеше таныстым ғой. кешегі айтқаны? Иә, ана Дубайдың Стамбулынан Вашингтонның Алматысынан кетті ғой, прикинь. Мына жаңалық біздің бақа естісе таң қалады ғой. Иә. Сен мына қызып жатыр, магазинге бар, ана мұны алып сен. 내가 네 옷 혼자 얘한테 Ой, 내 dinle 클리ен트 장난 алды ғой. Ne oldu kaldı? біліп тұрған клиент үйіне жақындап барған кезде ойбай деп тасадым да кеттім. Не болды ол енді? Ақшасы aldın mı енді? Қайдағы ақша енді? Қайда барасыз? Ой, қойшы, келді Джохан үйіне. Жохан үйіне? Джохан үйіне, иә, кел, машина қойса бір ақша берсін. Черный ма? Я өзіміздің черный. Қара кәдімгі. Бақ. Ол қызға сөз айтуды білмейтін адам ғой. Соны айтамын. Бұл бар ғой я қызға бетпе-бет қарамаған адам ғой, білесіңдер ма? Оған шығып қызды үйіне әкеліп деп тастап кетпесеңші, бұл әрекетін қылмайды. Өзіміз әрекетін жасайық та, жоспарын құрайық сол. Вот, мені соны жасайық. Давай. Так, короче.
Oho, Makas, aynalayın bağırım, tamırım. Mına інің қызбен жүр. Sen қашан үйленесің, айтшы. Палуан. Сен үйленем дегенше мына 2-3 бала шаға алып қалды құдай қаласа. Жіберіп қоямын. Сатпай деді. О, биба. Бір білсе осы біледі негізі. Биба? Биба? Отсай барып тастайын. Мына жақтан. Ашылмайды ғой. Нерабочий сырана деп жағдың ма? Кел, отыр. Сағырлаған машина есіп жөнесің болады ғой. Оның жөндеу үшін әжептәуір ақша керек қой, Биба. Ойнап жүрген ешкім жоқ қой. Биба? Біздің ана жүгірмектің көзге іліп жүрген жоқ па еді? Ой, сол бір мектепке практикант қыз кепті. Анау Сәрсекүл апаның немересі Қанат үлкен қыз дейді ғой, өзі бір әдемі қыз. Соны көзіне іліп жүр ау. Маған айтады, Биба, маған көмектесші деп бір қызға ғашық болып қапты әйтеуір. Өзім ішімнен қуанып жүр. Қош, шын ба? Иә. Сен мына сақырлаған машинаң тегі. Әдемі, рахмет, Биба. Түсші дегеніз? Түсші. Ой, мен үйім ана жақта ғой, мынаяқтан тастап кеткеніз? Биба, түсші көп сөйлемейін. Ой, сенің бір ескі машинаң керек, қалай ғана отырып қалдым дегенім. Рахмет, Биба, тойда қайттым. Ой, қойшы. Жай жап естіді, я? Жоқа. Алло. Операция қабылданды ма? Қабылданды. Хорошо, кеттім мен мектептің алдына. Практикант шығар. Қалай? Кешіресіз. Сізге директор тапсырыс алған Оппана, Жорабек, сонда тыныштық па? Директордың тапсырмасы. Директор тапсырмасы. Şaşkın hani dozum. Жанымды ұрап көктемде ежігіде